Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді болып шығатын турецкий бөрек жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге орташа майлы 250 грамм фарш керек болады. 1 картоп, 1 пияз. Картопымызды жақсылап турап, 4 бұрышты етіп майдалап турап, ыдысымызға саламыз. Пиязымызды да дәл солай майдалап турап шығамыз. Ыдысымызға саламыз. Қазір приправалар салатын боламыз. Ол үшін бізге 10 грамм тұз, татымына қарай бұрыш, қара бұрыш, кориандр, паприка салып жіберсеңіз болады. Жақсылап араластырып, начинкасын дайындап қоямыз. Менде дайындалған осындай қамыр бар. Ол үшін 250 грамм су, тұз, керегінше 10 керек болады. Осыны 8-9 бөлікке бөліп аламыз. Қолымызға май жаға отырып, әр қамырымызды қолмен болмаса қолмен жайып шығамыз. Жұқа қамыр болу керек. Жұп-жұқа қылып жайып, салмамызды осы жұқа қамырымызға салып шығамыз. Осылай салып, рулет қып ораймыз. Противенге спираль тәріздес жерге орналастырып қоямыз. Рулет сатып. Келесі қамырымызды жайып, осылай жұп-жұқа етіп, фаршымызды салып, орап, жаңа қамырға орналастырамыз. Міне осылай болады. Әр рулетті осылай салып шығамыз. Барлығын жақсылап орап шықтық. Енді бір жұмыртқаның саруымыз керек болады. Барлық жерге әдемілеп жағып шығамыз. Жағып шықты, енді бетіне қара күнжутты сеуіп жібереміз. Сіздерде ақ күнжут болса, ақ күнжут, мак өшірсеңіз болады. Менде қарасы бар екен. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Салып, жақсылап 40-45 минутта пісіреміз. Бетін ашпай. Бөрегіміз міне дайын болды. Пышақпен яқсақ қытырлап, прям дауысы күшті шығатын жерде. Қазір кесеміз. Арасы әдемі болып пісті. Міне фарш, картошкасы бар. Осындай бөрек дайындайсыздар, тарелкаларыңызға салып, шаймен ішсеңдер өте керемет дәмді бөрек шығады. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.